тура 200 жылдан соң Наполеон бастаған француз әскері Мәскеуді оккупациялайды. 1812 жылғы ұрыстар кезінде орыс әскерлері француздарға тікелей соққы жасамай, үнемі шегінумен болды. Алайда француз әскері Мәскеуге таяп қалғанда, Ресей императоры армия генералы Кутузовтан француздарға қарсы соққы беруді талап етеді. Осылайша екі армия кездесіп, атақты Бородино шайқасы болады. Бородино шайқасы екі армия үшінде сәтті болмады, және бұл шайқас француз әскерінің Мәскеуге бет алысын тоқтата алған жоқ. Шайқастан соң қаланы жауға тастап, шегіну туралы шешім қабылданды. Осылай 1812 жылдың қыркүйегінде Наполеон әскері еш қиындықсыз Мәскеуді алды. Мәскеуге кіргенде қалада тірі жан болмады. Қарапайым халықтың өзі қаланы тастап қашып кеткен еді. Наполеон әскері кірген сәтте қайдан пайда болғаны белгісіз қалада өрт шықты. Өрт барысында қаланың 4-3 бөлігі қирайды. Жалын басылғаннан кейін француз әскері қалаға қайта